Қазақ тілде сөйлейтін аудиторияның санын есептедіңіздер ме? Қаншалықты көп адам қазақша интернетке кіреді? Оның амалдары бар ғой, санайтын. Енді біз өзіміз ондай бір қоғамдық бірлестік болғандықтан, ондай бір нақты есептеме, сараптамалық жұмыстармен айналыспадық. Оның бір мағыналы болды да, өзіміздің жұмысымыздың нәтижесі деп есептемедік. Ондай нақты сандарымыз жоқ қой мысалы. Бұлай мемлекет тарапынан арнайы санақтық бар. Мысалы Қазақстанда миллионнан аса сайт бар. Мысалға былтыр мындай болды, биыл мындай болды деген есептер бар. Оны арнайы сайттардан алуға болады. Марат Мұсақұлы, мына сұрақ жалпы сайттың барлығы... Жөніңізді айтып қойыңыз. Марат Мұсақұлы. Сайттың барлығы жақсы қазақ тілінде. Енді барлығы бірыңғай жаңағыдай өсек-аяққа немесе хабар-ошарға осындай болса бір хабарды қайталай беретін хабар-ошарға құрылған көп секілді. Негізінде бізде қазақ тіліндегі кемшін тұс ол ғылым жағындағы сайт. Физика, математика, информатика сол жағындағы сайттардың біреуде жоқ қазір. Соны жасауға қазір бізде қолдау бар ма? Немесе мемлекет тарапынан ешқандай да бір жаңағы көмектер бар ма? Негізі жасайтын ешкім жоқ ма? Ойламаймын ешкім. Енді ол деген мемлекет тарапынан мысалы қазір мәдени мұра, тағы да басқа тілді қолдау бағдарламалар бар, жүзеге асырылып жатқан. Бірақ оның өзі интернеттегі сайттардың көбісі жағдай өсек-аяқ немесе былай әлі дамымаған дегеннің себебі мүмкін біздің ғалым ағаларымыздың басқаларында осы интернетке жақындау керек шығар деп ойлаймын. Себебі бір жылдары біз жазушылар одағына барып, арнайы жазушылармен айтқанбыз, яғни сіздерге бөлек әрбір жазушыға жеке сайт ашып берейік. Сосын сіздің өз өлеңдеріңізді салып қоясыздар. Содан кейін оқырмандарыңыздан сіздерге хабар келеді. Оқырмандармен байланыс жасайсыздар. Енді жазушылар мысалға бұрында да болған ғой. Хат арқылы, пошта арқылы хат алады, сосын пошта арқылы жауап жазады. Ал интернет деген одан да тез нәрсе ғой. Интернет арқылы айтыстырып жүрші. Енді мысалы мен сол ұсыныс білдіріп жаңа тегін блог жүйесі деп айтқанымда сол кез келген яғни өзім блог ашам деген адам болса, біз қолдау көрсетуге дайынбыз. Енді бізге мысалы өтініш білдіріп жекелеген адамдар да бар. Мысалы өздерінің адрестерін ашып қойып, бірақ әлі блогтарын ашпаған. Енді ол болашақта ашам деген ойлармен. Сондықтан хабарласуларыңызға болады. Менде бір сұрақ бар. Бағажа қолдау болады өтеді. Осы 2 жылдық жұмыс барысында сіздер әліпби жағынан, шрифт жағынан қандай қиыншылық, соның жеңіл жолдары, мысалы қазір кейбір жерде көтеріліп жатыр. Енді латиница дегенде де көтерілді, қазір басылды. Себебі мына кириллица негізіндегі әліпбиіміз енді дүниежүзіндегі қазақтардың 90% қолданатын әліпби ғой. Соны мемлекеттік әліпби жасап, сонда интернеттегі кездесіп жатқан көптеген келеңсіз жайттар өзінен өзі жоғалатын түрі бар. Сол жағын қалай енді. Себебі қазір бір кәріпті ауыстырсаңыз, кейде жөнді мәлімет келмейді. Не хат жазсаңыз, не жөнді шықпайды. Сондай бәріміз күнде көріп жүрміз ғой. Сондықтан сол әліпби жағын қалай? Сайт жасауға, мысалы, сайтты құрастыру жағынан келгенде, ол бұрын 98-ші жылдары сондай қиындық болған рас. Енді бізге, мысалы, алғаш интернетке шыққан кезімізде, бізде, мысалы, интернетті орыс тілінде пайдаланып ең бірінші. Бағдарламашылау компьютерге қосып, ол кезде еліміздің өзінде интернет жаңадан кіріп жатқан уақыт қой. Сөйтіп, орысша форумдарда сөйлеп жүргенде, сендер неге қазақша сайттары жоқ, неге қазақша сайт шынымен жоқ деп біз ойлап жүрдік. Сол кезде барлық қиындық сөйтсек, біздің әліпбиіміздегі 9 әріп екен. Кириллицадағы қалған әріптердің бәрі шығып тұр, 9 әріп шықпай қалды. Содан кейін біз оны сурет қылып шығарып көрдік, басқа түрі шығарып көрдік. Қазір мысалы Microsoft корпорациясында Unicode жүйесімен ол интернетке енгізді. Қазір 9 әріптің 9-ы да толық қазақ тіліне бәрі шығып тұр. Енді
мүмкін ондай қиындық жоқ қазір. Бұл 2007 Иә. Қазір ондай қиындық жоқ, қазақ тілі жаңағыдай интернетте шықпайды немесе басқа деген қиындық жоқ. Сондықтан ол қазіргі әліпбиімізді пайдалануға әбден болады. Жаңадан әліпби өзгертіп немесе латыншаға ауыстырып қиындық тағы да тудырмайық. Мен бұлай ойлап тұрмын, енді бәрі жаңағы сұрақ қойын, атым Бағлай Бек, фамилиям Кенжалиев. Сіз жаңағы әлі айтыс болып жатыр, біткен жоқ қой, қайрақпен жазамыз деп. Негізі сол латынмен неге шығармайсыздар да, латынды бәрі қазақша жазып шығып отыр латынын. Сонда мына тіл, біздің мына тіл бәріндегі қазақ тіл қоғамына бірыңғай көмекті болып кетеді бірден. Ауысуға, қаріпке ауысуға көмек сол. Себебі біз шетелге, мысалы балаларымыз оқығанда шетелмен қазақстан сөйлескенде латынша жазамыз. Әркіміз. Соны қалай? Сонда сізге көмек болады. Мына айтыс қатыстан шығарып келесіздер, орыстан тұрып. Соны қалай білесіздер? Енді латын әрпімен дегенде ол мысалға интернетте мысалға интерфакс агенттігі өздерінің хабарларын латын әріптерімен де қазақша таратып жатады. Біздің де сайтымыздың бір нұсқасы бар, кейбір мақалаларымыз бар, мысалы латын әріпімен шығады. Ол біз үшін ол қиындық емес, латын әріпімен шығару. Бірақ біз кирилл әрпімен пайдаланып отырғанымыз біз мемлекет саясатымыз қолданғанымыздың нәтижесі. Яғни мемлекетте мысалға мемлекеттік тіл қазақ тілі ғой. Демек, біз қазақ тілінде сөйлесіп, қазақ тілін мемлекеттік тіл есебінде пайдалануымыз керек. Енді мысалға мемлекеттік тіл қазақ тілі болғанмен, біз орысша сөйлей берсек, бір күні орыс тілді мемлекеттік тіл болып кетеді десек, мүмкін солай болып кетті ме? Мен түсінбедіңіз. Шетелге кирилл алфавитімен қаріпімен шыға алмайсыз. Өзіңіз туысқаныңызға жаза алмайсыз. Себебі бұл жақта шықпайды. Жоқ, шығады. Кирилл әрпімен шығады. Ағар мен сізге бағдарлама есебінде сол шетелдегі қазақтармен осы кирилл әрпін оқи алатын болса, кирилл әрпімен жазып берген қанun, оларға да солай бар келеді. Ол жерде ерекшелігі, ол жақтағы шетелдегі пайдаланатын жүйе, интернет жүйесі ол латын әрпіне негізделген ғой, ол жақта. Енді біз олай өйтіп өзіміздің тілімізді шетелдегі солай оқи алмайды деп латынмен жазсақ, онда мысалға Қытайдағы тілді өзгертпейсіз. Қарып деп тұрмын ғой, тіл өзгермейді. Енді мысалға менің танысым бар, Қытайда тұрады. Ол енді кириллді оқи алмайды. Ол маған айтады, сен маған қытайша немесе арабша жазумен жазып жібер. Латын тілде жазып жібер. Жақсы сонда мен қосуға бола ма осы жауапқа? Сұрақ па, пікір ме? Жоқ, осы сұраққа жауапқа қосу. Пікір емес, мысалы, айтпай отырған бір мәселесі. Кәдімгі қазақша кириллицамен жазылған әріптерді бір лезде неге ауыстыруға болады, латинге. Бағана мен келіп соны үлгеріп сіздерге көрсетемін деп едім. Сондықтан латин деген мәселе тұрмау керек. Керек болса латинге бір батырманы басасыз, латин болады, бір батырманы басасыз, кириллица болады. Аға сізге бір сұрақ. Қазақ радиосынан Ерболат айтпайды. Жаңа айтып отырсыз, Мәссаған қоғам және де Кирилл инфо деген сайттар бар. Яғни олар қазақ тілінің дамуына үлесін қосып жатыр дейсіз. Ал егер де оны біз тыңдап отырсақ, яғни көріп отырсақ, кейбір анайы сөздер көп кездеседі, жастардың жазған. Жалпы осыған шектеу бар ма? Яғни қазақ тілінің бұдан ары дамуына. Енді интернет жүйесі болғандықтан ол жерде көбінесе шектеу жоқ. Бірақ мемлекет тарапынан бұқаралық ақпарат құралы болып есептелгендіктен ол жерде біреудің ар-намысына тию немесе терроризм, басқа да ұлтараздық нәрселерге қарсы мақалаларға шектеу бар. Ал енді анайы сөздерге дегенде ол интернет қой. Ол жерде бұл жаңа өзіңіз бір сөзіңіз айттыңыз, бұл яғни қазақ тілінің дамуына өз үлесін тигізіп жатыр дейсіз. Ал бірақ ол анайы сөздер көп қолданылса қалай ол қазақ